долгое хранение, ұзақ мерзімде сақтау несі жасаған Зұлқарнай Сейітович деген кісі жасаған болатын. Ол да көп айтылмайды, қалып қалады, олардың методтары болды. Саумал жасау, порошок жасау деген нәрселер, о да үлкен нәрсе, әлі бірақ өзінің совершенствованиясын ала алмай жүр бұлда. Холодныймен де, горячиймен де былай көргенімен, бәрібір өзінің качествосын дәл өзінікіндей қалдыра алмай жатыр. Сондықтан новые методы, сублимации, народный методтар бар баяғыда. Мен оны айта кетейін, осы жерде кісілердің біразы бар. Мен оны бұрынғы кітаптардан, бұрынғы нелерден оқығам. Бірақ соны жасайтын, бірге жасасатын жігіттер болатын болса, соны жасау керек. Бұл ешкінің терісі деген болады. Ақ ешкі, басқа ешкі. Оның терісі мембрана. Ол күндіз біресе терлейді, біресе нетеді, бүйтіп тұрады. Суға пот кетіп тұрады ғой. Соның терісінен жасаған мембранаға баяғыдағы біздің ата-бабаларымыз сүтті құйып, анау неткен кездерде анау кеуіп кетеді, порошогы бір жағына қарай өзі түсіп отырады. Сондай метод бар. Сол методтарға мембранный метод деп атайын мен оны. Сол мембранный методтарды, наверное, совершенствовать етіп біз жасауымыз керек.